Айгүл. Айгүл. Қосылып қоя сумға. Басталды ма? Нұрбол бастай ма? Так, болдың бастай береміз ба? Аға, Нұрбол өзіңіз бастап жүрсеңіз? Өзіңіз бастай беріңіз. Так. Мне лицо показать или не надо? Да-да, Нурбол, лучше покажите. Саламатсыздар, құрметті қоғамдық тыңдауға қатысушылар. Менің атым Әділов Нұрбол Меңдіғалиұлы, Ақтау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімі. Естіліп жатыр ма барлықтарыңызға? Естіліп жатыр. Ақтау қалалық тұрғын үй коммуналдық шаруашылық бөлімінің бас маманы қоғамдық тыңдауларды өткізу ережесіне сәйкес қоғамдық тыңдаулардың жергілікті атқарушы орган болғандықтан қоғамдық тыңдаудың төрағасы болып табыламын. Бүгін, яғни 14 мамыр ашық жиналысқа Маңғыстау облысының Ақтау қаласында Ақтау тұщыландыру зауытының құрылысы жобасы шығарылады. Осымен қоғамдық тыңдауды ашық деп жариялаймыз. Сонда қоғамдық тыңдауларды өткізу қағидаларына сәйкес хатшыны сайлау қажет. Хатшы мемлекеттік және орыс тілдерінде қоғамдық тыңдаулар хаттамасының сапалы жасалуына жауапты болады және қол қояды. Сондай-ақ 2 жұмыс күні ішінде бірыңғай экологиялық порталға жүктелуін қамтамасыз етеді. Ашық дауыс беру арқылы қоғамдық тыңдаудың хатшысын сайлауды ұсынамын. Хатшы кім бұл жерде? Исмаилова Айгүл. Ешкім қарсымыз ба? Жоқ. Қарсы емес. Жақсы. Хатшыны бір ауыздан сайладық. Так, күн тәртібіндегі мәселе, бірінші мәселе жоба материалдарын баяндама нысанында қарау. Оған 10 минут ұсынылады. Екінші сұрақ жауап, барлық қатысушылар баяндамашыға сұрақтар қойып, жоба бойынша өз пікірлерін айталады. Оған 10 минут уақыт бөлінеді. Үшінші соңғысы қоғамдық тыңдауларды қорытындылау және жабу ереже бойынша 5 минут қарастырылған. Бұған да дауыс берулеріңізді сұраймын. Ережені бекітіп, қолдарыңызды көтерсеңіздер. Мына қазір секретар оқығаннан кейін соңынан. Рұқсат болса баяндамашыға өз жұмыстарымен таныстыруға. Рахмет. Саламатсыздар ма? Құрметті тыңдаушылар, негізгі жобалық шешімдер. Жобалық шешімнің мақсаты Ақтау қаласы мен Түпқараған ауданының ауыз су тапшылығын жабу мақсатында тәулігіне 20 мың метр куб, 833-те 33 метр куб, жылына 7 миллион 300 мың метр куб ауыз су өндіру объектісін салу болып табылады. Жобалық есептік өнімділік тәулігіне 20 мың метр куб. Теңіз суының температурасы 15 градус және бастапқы теңіз суының бұлттылығы 25 дециметр куб аспайды. Тұтынылатын бастапқы судың мөлшері тәулігіне 42 мың метр куб, сағатына 1750 метр куб, жылына 15 миллион 330 мың метр куб. Каспий теңізінің суы. Буландырғыш тоғанға ағызылатын судың көлемі тәулігіне 20 метр куб. Технологиялық желі тәулігіне 24 сағат үздіксіз жұмыс режимінде 2500 метр куб тәулік таза ауыз су алуға арналған. Барлығы 8 технологиялық желі, мұнда 20 аттың
Зауыт аумағында суды микроқұрылыммен байыту үшін 12 дана ұңғыма бұрғыланған. Бір құдық, 11 резервуар, тереңдігі 18 метр, құбыр диаметрі 110 мм. Қайда жасадың бұрын? Құрылыстың басталуы 2025 жылға жоспарланған. Құрылыстың жалпы есептік ұзақтығы 12 айды, оның ішінде дайындық кезеңі. Құрылыс нысандарындағы жұмысшылардың жалпы саны 197 адамды құрайды. Пайдалану кезінде кәсіпорындағы жұмыс режимі тәулік бойы ауысымның жылына 365 күн жұмыс күні. Қызметкерлердің саны Көзі нормально, қызарып кетті ғой. ауысымда 22 адам, күнгі ауысымда көп ауысымда 22 адам құрайды. Аудан әкімшілік жағынан Ақтау қаласына Маңғыстау Республикасына жатады. Ең жақын тұрғын аймаққа дейінгі қашықтық атап айтқанда Ақтау қаласы 5083 км және Ақшұқыр ауылы 3218 км. Каспий теңізі жобаланатын объектілерден шамамен 203 метр қашықтықта орналасқан жобаланатын объект су қорғау аумағы шегінде орналасқан ситуациялық карталары компьютерде көрсетілген. Объектінің атмосфералық ауаға әсері бағалау. Құрылыс кезеңінде барлығы көп ластану өсулары, оның ішінде бір ұйымдастырылмаған және 3 ұйымдастырылған. Атмосфералық ауа ластаушы заттардың 36-ы бөлінетін болады. Стационарлық көздерден ластаушы заттар шығындыларының жалпы көлемі жылына 3,615, 95, 46, 266 тонна құрайды. Пайдалану кезінде атмосфералық ауа ластаудың 12 көзі анықталады, оның ішінде 6 ұйымдастырылған және 6 ұйымдастырылған. Атмосфералық ауа ластаушы заттардың 13 атауы бөлінетін болды. Стационарлық көздерден ластаушы заттар шығындарының жалпы көлемі жылына 1,771 тонна құрайды. Сәйкесінше барлық ингредиенттер барлық көздер тұратын жер бетінде концентрациялардың туралы есептеу нәтижелері санитарлық қорғау аймағы және тұрғын аймақ шекарасында жер бетіндегі қабаттағы ең жоғарғы концентрация 1 ppm-дан аспайтынын көрсетеді. Объекттің су ресурстарының әсерін бағалау. Құрылыс кезеңінде сумен жабдықтау көзі әкетілетін ауыз су бөтелкелеріндегі сумен жабдықтау жақын маңдағы елді мекендеріне су әкелу арқылы жүзеге асырылады. Су автокөліктер санитарлық эпидемиологиялық нормалаудың мемлекеттік жүйесін тиісті құжаттарды көрсетеді. Су 9 литрлік ыдыста сақталады. Құрылыс кезінде жылжымалы дәретхана кабиналар қолданылады. Объектілердің құрылысы аяқталғаннан кейін ауладағы дәретханаларда бөлшектелгеннен кейін дезинфекциялық іс-шаралар жүргізіледі. Құрылыс кезінде су тұтыну және су бұру көлемі жылына шамамен 4522,26 метр куб құрайды. Пайдалану кезеңіндегі сумен жабдықтау көзі су жобаланатын зауыттың су дайындау және реминерализациялау станциясына шаруашылық тұрмыстық қажеттіліктерге беріледі. Теңіз су алу қолданысындағы су құбырынан жүзеге асырылады. Арнаның ені 8,2 метр, ұзындығы 150 метр, тереңдігі 18 метр, ал сүзгі бөлігі 150 метр. Тұрмыстық кәріз жүйесі ағынды суды жинауға және бұруға арналған ғимараттан тұрмыстық кәріз гравитациялық құбыр арқылы септиктерге жіберіледі және бұдан әрі автокөліктердің қолданыстағы тазарту жұмыстарына жіберіледі. Септик шаруашылық тұрмыстық кәрізді жинауға және ішінара жарықтандыруға кейіннен тазарту құрылыстарына әкетуге қызмет етеді. Септикалық резервуар диаметрі 1502 метр дөңгелек құдықтардан тұрады. Нөсер кәрізі алаңдар ағындар ауыр күшпен құбырлармен арқылы дренаждық ыдысқа жіберіледі. Пайдалану кезінде су тұтыну және су бұру көлемі жылына шамамен 18,997,885 метр куб құрайды. Жобада Каспий теңізіне тәулігіне 47 метр су алу көзделді. Өндіріс және тұтыну қалдықтарын қоршаған ортаға әсерін бағалау. КМЖ жүргізу кезінде қалдықтардың мынандай түрлері түзелетін болады. Аралас коммуналдық қалдықтар, бетон қалдықтары бар немесе қауіпті заттардың ластануын анықтама 03-01-04 көрсеткіште көрсетілгенде
қоспалар, өнімдер, жоңқалар, кесінділер, ағаш, ілеспе және фанералар. Қағаз және картон қаптама, дәнекерлеу қалдықтары, қара металдардың шамы мен бөлшектері, сіңіргіштер, сүзгі материалдары, май сүзгілерін қоса алғанда басқаша анықталмаған маталар, құрылыс кезінде түзелетін қалдықтардың көлемі жылына 10,128,589 тонна құрайды. Объектін пайдалану кезінде қалдықтар мынандай түрде түзелетін болады: араласқан. Жоғарыда айтылған қалдықтар объекті пайдалану кезінде қолданылады. Өсімдіктер мен жануарлар әлеміне әсерін бағалау. Жоспарланған қызмет алаңында жасыл желіктер жоқ, жасыл желіктерді бұзу қарастырылмаған. Жұмыс жобасы жасыл желектерді отырғызуды жоспарлау. Қаралып отырған учаскесі орман қоры мен ерекше бағалары табиғи аумақтардың жерлері болып табылмайды. Қазақстанның сызықтарында сондай-ақ сирек кездесетін және жойылып кету қаупі төнген тізімге енгізілген өсімдіктер мен жануарлардың ерекше қорғалатын түрлері жалпы жұмыс жүргізу ауданында табылған жоқ. Жұмыс жүргізілетін ауданда жануарлар дүниесі өкілдерінің іс жүзінде қоныстануы жоқ. Және олардың көші-қоны жолдары жоқ. Жалпы жобалық шешімдерді іске асыру кезінде қоршаған орта компоненттеріне әсер ету рұқсат етілген деп бағаланады. Доклад оқылды, назар аударғандарыңыз үшін үлкен рахмет. Докладты общий түсірейін. Компьютерде көрсетілген оқылған. Замечание. 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 Мына регистрацияны толтырып атқан түсіре берсейші. WhatsApp. Водное название. Это же как хочет сказать. Раз это суточный перевод, коллега, просто сделайте. Читайте пока замечание. Болды, отырыңыз. Отырыңыз.
Мына кеше көрсетілген орманында жобаның замечательесі орысша берген екен, жаңа оқып шықсам. Комитет экология, регулирования и контроля МНР ЛК Департамент экологии Маңғыстау области. Провести анализ текущего состояния компонентов окружающей среды на территории в акватории, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результатов полного исследования. Если таковые имеются у инициаторов, необходимо представить актуальные данные, отходы производства и потребления, провести анализ и инвентаризацию всех образуемых отходов, производство и потребление для осуществления деятельности, определить классификацию и методы переработки и утилизации всех образуемых отходов, предусмотреть объекты временного накопления отходов в соответствии с требованиями Республики Казахстан для безопасных хранения и недопущения смешивания отходов, предусмотреть мероприятия по недопущению образования опасных отходов или снижению объема образования, провести анализ текущего состояния атмосферного воздуха на территории, которой предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фонда исследования, если таковые имеются у инициатора. Провести инвентаризацию выброса загрязняющих веществ с указанием объема, класса опасности и источников загрязняющих веществ. Предусмотреть мероприятия по охране атмосферного воздуха недропользователей при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель. Обязаны содержать занимаемые земельные участки в состоянии пригодным для дальнейшего использования их по назначению. До начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодотворный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель. Проводить рекультивацию нарушенных земель. В целях охраны земель, собственных и земельных участков землепользования обязан проводить мероприятия по защите земель от водной и ветровой эрозии, селей, оползни, подтопления, затопления, вторичное засоление, иссушение и уплотнение загрязнения радиоактивными и химическими веществами. Защите земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организациями, их распространение, зарастание сорняка, кустарником и мелколесьем, а также иных видов ухудшения состояния земель. Соблюдать экологические требования по забору и использованию вод при сборе источных вод по осуществлению деятельности в водоохранных зонах, определенного со статьями 221, 222, 223 Экологического кодекса Республики Казахстан. Необходимо указать полную информацию о водовыпуске при сборе обратного осмоса либо сточных вод, указанных в проекте с конкретным указанием с расположением карты схемы мощности характеристики. Также необходимо представить информацию о проведении исследований точек отбора для проведения исследований результата содержания источного в началом и конечном пунктах. В соответствии с требованием пункта 8 статьи 202 Экологического кодекса не допускать сбора источного независимо от степени их очистки и поверхностно-водные объекты. Представить информацию об очистке источных вод для сбора, так как в соответствии с Экологическим кодексом обращается сброс источных вод в открытии водного объекта без очистки. Необходимо провести информацию касательно дальнейшего использования жидкой концентрации. Көрсетілген замечание оқылды. Ешкімнің қарсылығы болмаса, жиналысты жабық жариялауға Нұрбол оқып жүрсіз. Карина? Да, Нурбол, подключайтесь. Ага. Турма? Барлық баяндамалар таныстырылды. Баяндамашыға рахмет. Олай осы қоғамдық тыңдаулар мүдделі жұртшылықтың қатысуына байланысты өткізілді және жабық деп жариялаймыз. Галина, все? Все, да? Баяндама мен докладты жіберсеңіздер.
қарап танысып. Ага, жақсы көріңіз. Ручка. Все, закрыть, Галина? Рұқсат Да, куда шыға Все, все был, да? Все, рахмет. Всего доброго, до свидания. Ага, до свидания.